Өскемен қаласының топливно-транспортный компания деген подъездной путына көмір тиеу 110%-ға орындалып жатыр екен. Және Дегеленнің Қаражыға көмір кенішінен күніне 8 вагоннан жоспар бойынша жүк тиеліп жатты. Мысалы, кеше сол жерден 18 вагон түсірді, бүгін 17 вагон түсіріп жатыр. Жолда 23 вагон сол тупикке келіп жатыр. Ол дегеніміз жоспардан артық дәл сол жерге көмір жеткізіліп жатыр. Екінші жер, ол жаңағы Павлодар, өздеріңіз айтқан Элит деген подъездной путьқа Майкөбеден 24 вагон август айында тиелген, сентябрьде 57 вагон тиелген. Ол жоспарға лайық сол жаңағы тупиктің өзінің берген сұранысы бойынша толығымен қамтылған. Және бүгін дәл сол подъездной путтарға тағы да 40 вагон тиеліп жатыр. Оның барлығы жаңағы подъездной путтың өзінің сұранысы бойынша, жоспар бойынша тиеліп жатыр. Сондықтан дәл осы өңірде ешқандай алаңдаушылық болмау керек. Өйткені жүк жоспар бойынша тиеліп жатыр.